Ассалаумағалейкум көк бөрінің ұрпақтары. Сіздің бойыңызда титтейден намыс болса, бұл видеоның таралуына өз үлесіңізді қосыңыз. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіз. Бұл видеоны топқа шығарып, анау жоғарыда ұйықтап жатқан нөкерлеріміз, бандиттеріміз бұл видеоны көріп, титтейден намыстары оянып, Борат жайлы бір шешім қабылдауына өз үлесіңізді тигізіңіз. Борат деген кім? Жабай Арман үндеуінде Боратқа не деді? Әдетте үкімет туралы жаман сөйлесе, видеоға түсіріп кешірім сұрататын біздің нөкерлеріміз қайда? Әлде Бораттан қорқады ма? Бораттың крышасы кім деген сұрақтарға жауап табатын боласыздар. Қарғыс атқыр Борат фильмі 2006 жылы ақш пен Ұлыбританияда көрерменге ұсынылды. Борат 2 фильмі биыл, яғни 2020 жылы түсірілімі аяқталды. Бұл фильмде қазақты жезөкшелік пен арсыздықтың отан етіп көрсетті. Бүкіл Еуропа халқына солай ойлауына себепші болды. Нөкерлеріміздің арасында, бандит бұзақыларымыздың арасында намысы бар адам табылмағаны ма? Аты өшкір Боратты орнына қоюға шамалары жетпеген ме деп отырғанда, Жабай Арман Борат туралы үндеу жариялады. Ол өзінің Instagram парақшасында: ассалаумағалейкум қазақ халқым, Борат жайлы өтініштер көптеп келіп жатыр. Әрине мен де бұл жайттан хабардармын және менің де намысыма ауыр тиіп жатыр. Айта кетейін дегенім, бұл бізден өте алыс мемлекетте болып жатыр. Сол себепті оны ұстау қиын болып жатыр. Біреулер оны Америкада десе, басқалар оны Англияда деп жатыр. Мен ол жайлы ақпараттар іздестірудемін. Борат жайлы білген, естіген нақты ақпараттарыңыз болса, маған жазыңыздар. Тағы да айта кетейін дегенім, мен супермен емеспін. Орыста мақал бар ғой: один в поле не воин. Шетелде болсын, елде болсын, бүкіл қазақ бірігіп, еліміздің атына кір келтіріп жүрген Боратты тауып жазасын берейік. Бәріміз бірігіп, бір жұдырықтай болсақ, Аллахтың қалауымен кез келген жауды жеңетінімізге сенімдімін. Ал елбасымыздың өзі бір сұхбатында Борат фильмін әзілге айналдырды. Этот журналист Борат Сагдеев здесь присутствует, Казахстан? Я бы хотел с ним поговорить. Назарбаев сказал, что Казахстан пока плохо знает в Европе, но теперь, благодаря фильму «Борат», страна наверняка станет гораздо популярнее. Бүйткен танымалдылықтың әкесінің аузы. Ал Тоқаев болса, бұл фильм туралы әзірге жақ ашпады. Әлде елбасымыз сияқты танымалдылыққа ие боламыздар ма екен? Осы видеоны барынша қолдап, лайк басып, каналға тіркелейік. Біз қазақпыз, біз көк бөрінің ұрпағымыз. Бұндай сорақылыққа, масқаралыққа ешқашан жол бермейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал енді Тоқаевты қандай шешім қабылдайтынын күтейік.